Алматы облысы, Талдықорған қаласы, Мойнақ ауылындағы номері 23-ші орта мектеп, коммуналдық мемлекеттік мекемесі. Досан Рысбек, тарих пәнінің мұғалімі, 8-ші сынып, дүниежүзі тарихы. Сабақтың тақырыбы: неліктен ақш өз әскери кемелерін Жапонияға жіберді? Оқу мақсаттары: ақштағы капиталдық монополиялардың даму ерекшеліктерін анықтау, еуропалық отаршылдық экспансияның шығыстың дәстүрлі қоғамдарына ықпалын сипаттау. Сабақтың мақсаты: ақш өз әскери кемелерін Жапонияға жіберудің себептерін анықтау. Бағалау критерийлері: Жапонияны ашу қажеттілігі туралы Құрама Штаттардағы капиталистік монополиялардың даму ерекшеліктерін анықтау. ақш өз әскери кемелерін Жапонияға жіберудің себептерін анықтайды. Канагап шартының мазмұнымен танысады. Азамат соғысы аяқталған соң, ақшта қоғам өмірінің барлық аясында өзгерістер болды. Аграрлық республикадан мемлекет индустриялық державаға айналды. ақш тұрғындары 31 миллионнан 76 миллионға дейін артты. Үндіс тайпалары өздерінің ежелгі жерлерінен қуылды. Ірі өнеркәсіптік қалалар жылдам артты. Нью-Йорк, Чикаго, Детройт және тағы басқа. Одақ құрамына 12 жаңа штат қабылданды. ақштың жылдам экономикалық дамуы басталды. Бұған бірқатар қолайлы жағдайлардың болуы әсер етті. Бірінші, ақш табиғат ресурстары мен құнарлы жерлерге бай болды. Екінші, кәсіпорындарда қара нәсілдердің, үндістердің және мексикандықтардың арзан еңбегін пайдалану үлкен табыс әкелді. Үшінші, ақшта сословиелік шектеулер және адамның жеке ынтасына еш нәрсе бөгет болмады. ақш қауіпсіздігіне қауіп төндіретін жауынгер көршілер жоқ болды. Бұл артық әскери шығындардың болмауына себеп болды. Бейнебаянға назар аударсаңыздар. Жапония мемлекетінің бүкіл жері ірілі ұсақты аралдардан тұрады. 19 ғасырда жапондықтар негізінен ірі үш аралда қоныстанды: Хонсю, Кюсю және Сикоку. Ал Хоккайдо аралының солтүстігінде тұратын жергілікті халық айныларды жапондықтар біртіндеп ығыстыра бастаған еді. 18 ғасырдың соңы мен 19 ғасырдың бірінші жартысында ақш, Англия, Франция, Ресей мемлекеттері бірнеше рет Жапонияның жабық саясатын бұзбақ болып әрекеттенді. ақш Жапонияның жағалауларына 7 экспедиция аттандырды. Бірақ бәрі де Тогубога Сигунаты тарапынан тойтарыс алып кері оралды. Ресей Жапониямен сауда байланысын жасау үшін Лаксман басқарған елшілік кемесін аттандырды. Жапон үкіметі ресми байланысқа рұқсат бермеді. Резанов басқарған елшілік те осылай сәтсіз оралды. Осыдан кейін ақш Жапонияның жабық саясатын күшпен күйретуге кірісті. ақш командор Ферри басқарған әскери кемені Жапонияға аттандырды. Жапония жағалауларына келген Ферри күш көрсетіп, ел басшыларының келісімге қол қоюды талап етті. Жапон үкіметінен жауапты бір жылдан соң Қытайдан қайтар жолда алатынын, егерде дұрыс жауап болмаса күш қолданатынын ескертті. Елде ақштың күш көрсету саясатына байланысты Сегун билігінің дәрменсіздігін айыптаған саяси дағдарыс одан әрі өрши түсті. 1854 жылы 18 ақпанда Ферри Жапонияға оралды. Келіссөз кезінде ол күш қолдануға дейін баратынын айтып сес көрсетті. Сегун үкіметі елдегі саяси дағдарыс пен қаржы тапшылығынан туындаған ауыр жағдайды ескере отырып, ақшпен соғысқа барудан қорықты. Сөйтіп, 1854 жылы 18 наурызда Канагава деген жерде бірінші Жапон-Американ келісімшартына қол қойылды. Келісімшарт бойынша Жапония Америка кемелері үшін Симода және Хакодате порттарын ашуға мәжбүр болды. Осылайша 215 жылға созылған Жапонияның жабық есік саясаты күйреді. Осыдан кейін іле-шала басқа державалар Жапониямен келіссөз жүргізе бастады. 1854 жылы Жапон-Ағылшын, 1855 жылы Орыс-Жапон, 1856 жылы
Голланд Жапон 1858 жылы Француз-Жапон келісімшарттарына қол қойылды. Бұл елдердің азаматтары Жапонияда төтенше қорғалатын құқыққа ие болды. Жапон үкіметі олар үшін сауда жасауға жеңілдіктер берді. Келісімшарттар Жапония үшін еріктен тыс және әділетсіз сипатта болды. Келесі енді балалар, мен сіздерге 19 ғасырдағы Жапон экономикасының кемшіліктері мен жетістіктері туралы айтып өтетін болсам. Бірінші, кемшіліктері: ауыл шаруашылығы күйреп, егістік жер көлемі азайды. Екінші, халық саны төмендеді. Үшінші, шаруалар елді мекендерде жерден айырылды. Бұл олардың кедейлікке батуының себебі болды. Төртінші, тауар ақша қатынастарының дамуына байланысты шаруалар, өнеркәсіпшілер жалдануға мәжбүр болды. Бесінші, капиталистік қатынастардың дамуына бұрынғы әлеуметтік қатынастар кедергі келтірді. Осындай кемшіліктері болған еді. Енді бұның жетістіктерін айтып өтетін болсам, бірінші, тауар ақша капиталистік қатынастар баяу болса да дами бастады. Екінші, жыл сайын мануфактуралардың саны артты. Үшінші, сауда және қолөнер орталықтарының саны артты. Төртінші, қалалардың саны өсті. Бесінші, өнеркәсіп салалары пайда болды. Алтыншы, ішкі нарықтық қалыптасты. Осындай жақсы жақтары болған екен. Енді келесі сіздерге бекіту сұрақтары, бұны сіздер орындап маған жіберетін боласыздар. Енді келесі балалар, бізде және Канагап шарты болды дедік. Сол Канагап шартының мазмұны туралы сіздерге қысқаша айтып өтсем, шарт алғы сөзден және 17 баптан тұрады екен. Бірінші, Жапония мен ақш өз халықтарының мәңгілік бейбітшілік пен достығын жариялады. Екінші, Жапония ақш кемелеріне Хоккайдо аралында Симода мен Хакодате портына кіруге рұқсат берді. Келісімге қол қойылған кезден бастап 1854 жылы 31 наурызда, ал Хоккайдоның порты 1855 жылдың сәуірінен бастап ашылды. Жапония ақшты су, отын және азық-түлікпен қамтамасыз етуге уәде берді. Үшінші, Жапония ақш кемелері Жапон жағалауында зардап шеккендерге көмек көрсетуге уәде берді. Кеме мүліктері мен кеме экипажы Симод және Хоккайдоге жеткізілуі керек болды. Төртінші, Жапония ақш азаматтарына оң көзбен қарауға міндетті болды. Бесінші, Жапония Симод және Хоккайдо портында болған ақш азаматтарына еркін жүріп тұруға рұқсат берді. Алтыншы, Жапония ақшпен кез келген туындаған мәселені келісімшарт арқылы шешуге міндетті болды. Жетінші, Жапония үкіметі бекіткен ережелерге сәйкес ақшпен алтын, күміс және басқа да тауарларға сауда жасауға рұқсат берді. Сегізінші, Жапония ақштың кемелері үшін отын, су және азық-түлік өнімдерінің жеке саудасына тыйым салды. Барлық қажетті тауарлар шенеуніктер арқылы сатылатын болды. Тоғызыншы, Жапония ақшқа сауда жасауда ең қолайлы жағдай жасады. Оныншы, Жапония Симод және Хакодате порттарына ғана кіруге рұқсат берді. 11-ші, Жапония Симод портында ақш консулдық ашуға мүмкіндік берді.
12-ші, екі тарап өз елдеріндегі шартты ратификациялауға және ратификацияланған құжаттар үлгілерін 18 ай ішінде алмастыруға уәде берді. Яғни Канагап шартының мазмұны осындай. Құрметті балалар, назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сау саламатта болыңыздар.